Сәлеметсіздер ме, құрметті оқушылар, сіздермен бірге биологияның жетік меңгерем онлайн курсы және оның авторы Шакаримова Ардақ Қалымқожақызы. Құрметті оқушылар, бүгін біз сіздермен 8-ші сыныптағы қоректену тарауын қарастырамыз. Бүгінгі сабақта ас қорыту мүшелерінің құрылысы мен қызметін талдаймыз. Ең бірінші, ас қорыту мүшелері неге керек? Ас қорыту мүшелері ағзаға түскен асты қорытып, сіңіру үшін қажет. Жалпы алғанда ас қорыту мүшелерінің құрылысын біз екі жануардың мысалында көреміз. Талдаймыз. Бірінші жауынқұрт, екіншісі бізде күйіс қайратын жануар сиырдың мысалында. Енді жауынқұрттың ас қорытуын талдайтын болсақ, жауынқұртта ауыз, жұтқыншақ, өңіш, жемсау, қарын және ішек анал тесігінен тұрады ас қорыту мүшелері. Жауынқұртта ең алғаш рет сілекей безі пайда болған. Сілекейдің құрамында әк тәрізді зат бар. Бұл мына шіріген жапырақтардың қышқылдығын азайтады екен. Тағам ауызға түседі, сілекеймен шыланады, одан жұтқыншаққа барады, жұтқыншақтан өңешке, жемсауға барады. Жемсау мен қарын сәл үлкейген бөлігі, жуандаған. Ол жерлерде ас қорытылады, қорытылған ас ішекке барады, ішекте ас қанға сіңіріледі екен. Ал қорытылмаған қалдық анал тесігі арқылы сыртқа шығарылады. Жауынқұрттың табиғат үшін, топырақ үшін маңызы зор. Себебі ол осы өзінің ағзасы арқылы өсімдік шірінділерін өткізуі оның топырақты құнарландыруына мүмкіндік береді екен. Сондықтан жауынқұрты бар топырақ құнарлы топырақ болып саналады. Сонымен жауынқұрттың ас қорыту мүшелері тағы да бір рет қайталаймын. Ауыз, жұтқыншақ, өңіш, жемсау, қарын, ішек анал тесігі. Алғаш рет сілекей безі пайда болған. Енді балалар, біз сіздермен сиырдың ас қорытуын талдаймыз. Жалпы алғанда сүтқоректілердің ас қорыту мүшелерінің реті ауыз, жұтқыншақ, өңіш, қарын, аш ішек, тоқ ішек, тік ішек анал тесігі. Бірақ шөп қоректі жануарлар, күйіс қайратын жануарлардың қарны 4 бөліктен тұрады. Біріншісі ол үлкен қарын, екіншісі жұмыршақ қарын, онан кейін қатпаршақ қарын, ұлта бар. Бұлай күрделенудің себебі сиыр қоректенетін шөптің құрамындағы целлюлозаның қорытылуы өте қиынға түседі. Сондықтан осылай қарындағы күйіс қайрау процесі 4 бөліктен тұруы мүмкіндік береді екен. Енді қалай күйіс қайрат? Өздеріңіз жақсы білесіздер, ауыздан ас жұтқыншақ өңешке барады, онан кейін сиырдың ең үлкен қарны мейіз қарынға барады. Мейіз қарында бактериялардың әсерінен ыдырайды, онан кейін мейіз қарын жиырылып, ол қайтадан ауызға барады. Яғни сиырда 2 рет астың шайналуы жүргізіледі. Шайнала тағы 1 рет, онан кейін ол қайтадан мейіз қарынға барады, мейіз қарыннан жұмыршақ қарынға барады. Бұнда олар аса ұнтақталады, онан кейін қатпаршақ қарынға барады. Қатпаршақ қарын деп аталу себебі ол кітап сияқты көптеген қатпарлардан тұрады. Бұл жерде ас қорытыла бастайды. Ал астың толық қорытылуы ұлтабарда жүзеге асады. Ұлтабарда ас толық қорытылады және ол аш ішекке барады, аш ішектен қанға сіңеді екен. Және мына сиырларда бір ерекшелігі аш ішек пен тоқ ішектің байланысатын жерінде негізінде соқыр ішек деген бар басқа сүтқоректілерде. Бұл соқыр ішек мына күйіс қайратын жануарларда өте үлкен болады, ұзын болады. Оны бүйен деп атайды екен. Бұл сиырдың ас қорытуына тағы бір жәрдемдесетін нәрсе ол мына қарындағы бактериялар. Қарындағы бактериялар целлюлозаның ыдырауына мүмкіндік береді екен. Сонымен сиырдың қарны 4 бөліктен тұрады. Ол мейіз қарын, жалбыршақ қарын, жұмыршаққа немесе жұмыршақ, онан кейін қатпаршақ қарын және ұлта бар. Осы 4 алдыңғы бөліктерден жаңағы таз қарын немесе мейіз қарын, жұмыршақ қарындарда ас ұнтақталса, қорытылуы қатпаршақ пен ұлта бар қарындар жүзеге асады екен. Күйіс қайрат деп аталу себебі ас 1 емес 2 рет шайналады. Мейіз қарыннан қайтадан ауызға барып, тағы да 1 рет шайналу жүзеге асады екен. Сондықтан біз сиыр, ешкі, қой сияқты жануарларды күйіс қайрат дейміз. Олардың шайнаңдап тұру себебі асты 2 рет шайнайтынына байланысты екен.
Құрметті оқушылар, енді адамның ас қорытуын оқитын боламыз. Жалпы алғанда адамның ас қорыту мүшелерін біз үлкен екі топқа бөлеміз. Бірінші ас қорыту жолдары, екінші ас қорыту бездері. Ас қорыту жолдары ауыз қуысынан басталады. Ауыз, жұтқыншақ, өңіш, қарын немесе асқазан, асшек, тоқшек, тікішек анар тесігімен аяқталады екен. Енді ас қорыту бездеріне келетін болсақ, сілекей безі, қарын безі, ұйқы безі және бауыр жатады екен. Ас қорыту бездері ас қорыту сөлдерін бөледі. Ас қорыту сөлдерінің әсерінен ас қорыту жолдарында ас қорытылып және ағзаға сіңіріледі екен. Ең бірінші бізде ас қорыту мүшесі ол ауыз. Ауыз бұл да астың механикалық өңделуі жүзеге асады. Ауызда бізде балалар тіс, тіл, сілекей бездері бар. Тіс бізде адамның асының қорытылуына, шайналуына мүмкіндік береді. Келесі сабақтың бөлімінде тістің құрылысын толық талдайтын боламыз. Тістің көмегімен ас механикалық өңдеуден өтеді. Ары қарай бізде сілекей бездері. Сілекей бездері сілекей бөледі. Сілекейдің құрамында лизоцим деген зат бар. Ол бактерияларды жояды екен. Сонымен қоса амилаза ферменті бар. Амилаза ферменті бізде көмірсуларды сахарозаға дейін ыдыратады екен. Сонымен ауыз қуысында ас ұнтақталады, көмірсулары сахарозаға дейін ыдырады. Ары қарай жұтқыншаққа барады. Жұтқыншақ бұл тыныс алуда ас қорытуда мүшесі. Бір жағынан ауаны өткізеді, екінші жағынан қоректі өткізеді екен. Ары қарай өңіш. Өңіш бізде ұзын түтік мүше. Оның ұзындығы 20 см болады. Оның негізгі қызметі асты асқазанға, қарынға қарай өткізу. Балалар, енді тістің құрылысын қабаттарын талдаймыз. Тіс 3 қабаттан тұрады. Эмаль, онан кейін дентин, онан кейін ұлпа. Эмаль бұл 95% кальций фосфатынан тұрады, тістің ең сыртқы қабаты. Онан кейін орналасқан дентин, ол сүйекті, тістің ең көп бөлігін алып жатқан қабат. Ең соңында бұл ұлпа. Ұлпа дәнекер ұлпасынан тұрады, онда бізде қан тамырлары мен жүйке орналасқан. Енді тістің қабат бөліктеріне тоқталайық. Бірінші сауыты, екіншісі мойны, үшіншісі түбірі. Сауыты ол қызыл иектен шығып тұрған бөлігі. Түбірі ол жақ сүйегіне кіріп тұрған бөлігі. Ал енді мойны түбір мен сауыттың ортасындағы бөлік. Тістің түбірі бізде не байланысты? Тіс келесідей топтарға бөлінеді. Бір түбірлі тістер ол күрек тіспен ит тіс, екі түбірлі тістер кіші азу тістер, үш түбірлі тістер үлкен азу тістер екен. Тістің негізгі қызметі ол тағамды ұнтақтап шайнау. Тіс тағамды дұрыстап ұнтақтамай жұтатын болсақ, ол біздің асқазанымызға үлкен жұмыс болады екен. Мысалы үшін қазақта мынандай сөз бар: шайналмаған ас асқазанға түскен тас. Сондықтан, құрметті оқушылар, тісті ріңізбен тамақты дұрыстап шайнау қажет, және тіске күтім жасау маңызды. Балалар, енді тістің құрылысын қабаттарын талдаймыз. Тіс 3 қабаттан тұрады. Эмаль, онан кейін дентин, онан кейін ұлпа. Эмаль бұл 95% кальций фосфатынан тұрады, тістің ең сыртқы қабаты. Онан кейін орналасқан дентин, ол сүйекті, тістің ең көп бөлігін алып жатқан қабат. Ең соңында бұл ұлпа. Ұлпа дәнекер ұлпасынан тұрады, онда бізде қан тамырлары мен жүйке орналасқан. Енді тістің қабат бөліктеріне тоқталайық. Бірінші сауыты, екіншісі мойны, үшіншісі түбірі. Сауыты ол қызыл иектен шығып тұрған бөлігі. Түбірі ол жақ сүйегіне кіріп тұрған бөлігі. Ал енді мойны түбір мен сауыттың ортасындағы бөлік. Тістің түбірі бізде не байланысты? Тіс келесідей топтарға бөлінеді. Бір түбірлі тістер ол күрек тіспен ит тіс, екі түбірлі тістер кіші азу тістер, үш түбірлі тістер үлкен азу тістер екен. Тістің негізгі қызметі ол тағамды ұнтақтап шайнау. Тіс
тағамды дұрыстап ұнтақтамай жұтатын болсақ, ол біздің асқазанымызға үлкен жұмыс болады екен. Мысалы үшін қазақта мынандай сөз бар: шайналмаған ас асқазанға түскен тас. Сондықтан, құрметті оқушылар, тісті ріңізбен тамақты дұрыстап шайнау қажет, және тіске күтім жасау маңызды. Оқушылар, жаңа біз айттық, ауыз, жұтқыншақ, өңеш, онан кейін қарын. Енді қарында ас қалай қорытылады, соны қарастырамыз. Қарын асқазан, ас қорыту мүшелерінің ішінің кеңейген бөлігі. Оның сыйымдылығы 1,5 литр екен. Қарында бізде қарын бездері бар. Қарын бездері екі түрлі зат бөледі. Біріншісі пепсин ферменті, екіншісі тұз қышқылы. Тұз қышқылы бұл мына тағаммен түскен әртүрлі микробтарды жойса, пепсин ферменті тағамның құрамындағы нәруыздарды ыдыратады екен. Орыстың атақты физиолог ғалымы Павлов қарын сөлін тәбет ашатын сөл деп атаған. Не себепті? Себебі қарын сөлі тағамды көргеннен бастап бөліне бастайды екен. Яғни біз кей кезде айтамыз ғой, асқазанын шұрылдады деп, яғни ол қарын сөлінің бөлініп жатыр деген сөз. Яғни адамда тәулігіне 2 литрға жуық қарын сөлі бөлінеді екен. Қарында ас шала қорытылады. Шала қорытылған асты жентек деп атаймыз. Ары қарай ас шекке барады. Ас шектің алдыңғы бөлігін ұлтабар немесе 12 елішек дейміз. Жалпы ас шектің ұзындығы 5,5-6 метр. Ас шектің қабырғасында бүрлер бар. Бұл бүрлер астың қанға және лимфаға сіңуіне мүмкіндік береді. Ұлтабарда қалай өзгерістер жүзеге асады, соны қарайық. Ұлтабарға ағзадағы ең үлкен без бауыр және ұйқы безі ашылады. Бауыр өт бөледі. Өт тағам құрамындағы майды ұсақ тамшыларға ыдыратады. Ал енді ұйқы безі панкреатин сөлін бөледі. Панкреатин сөлінің құрамында 3 түрлі фермент бар: липаза, амилаза және трипсин. Амилаза ферменті көмірсуларды ыдыратады глюкозаға, ал трипсин ферменті нәруыздарды амин қышқылдарына ыдыратады. Липаза ферменті майларды май қышқылы мен глицеринге ыдыратады екен. Ас шектің алдыңғы бөлімі ұлтабарда астың толық қорытылуы жүзеге асады. Ал толық қорытылған ас шектің қалған бөліктерінде бүрлердің ішінде орналасқан қан мен лимфаға сіңіріледі екен. Сондықтан да ас шектің ұзын болуы солай. Яғни астың дұрыстап сіңірілуі мақсатында. Ұзындығы ас шектің 5,5-6 метр. Қанға глюкоза мен амин қышқылы сіңірілсе, лимфаға глицерин мен май қышқылы сіңіріледі екен. Келесі біздегі ас қорыту мүшесі тоғышек. Тоғышектің ұзындығы 1,5-2 метр. Тоғышекте қорытылмаған ас жинақталып, тік шекке жіберіледі екен. Сонымен қоса, тоғышекте адам ағзасы үшін өте пайдалы бактериялар бар. Бұл бактериялар К және В12 витаминін түзуге жәрдемдеседі екен. Тоғышектен ас анал тесігі арқылы қорытылмаған ас сыртқы ортаға шығарылып тасталады екен. Сонымен ас қорыту мүшелерінің ретін тағы бір қайталап өтейін. Ауыз, жұтқыншақ, өңеш асты өткізеді. Қарын асты шала қорытады. Ас шектің алдыңғы бөлімінде ас толық қорытылады. Ас шек қанды ағзаға сіңіріледі. Тоғышек қорытылмаған асты жинақтайды. Анал тесігі асты сыртқы ортаға шығарады екен. Құрметті оқушылар, енді ас қорыту бездерін қарастырамыз. Ең бірінші без ол сілекей безі. Сілекей безі 3 түрлі болады: құлақ маңы немесе шықшыт, тіл асты және жақ асты. Осының ішіндегі ең үлкені құлақ маңы немесе шықшыт безі. Оның салмағы 20-30 грамм болып келеді екен. Келесі жақ асты бездері 14-15 грамм, ал тіл асты бездері 5 грамм болады екен. Енді бұл сілекей безі біз бағанада айтқанбыз, екі түрлі зат бөледі. Біреуі лизоцим, екіншісі амилаза ферменті. Амилаза ферменті тағамның құрамындағы көмірсуларды сахарозаға дейін ыдыратады. Егер біз нанды көбірек шайнайтын болсақ, ол тәтті болып көрінеді. Себебі крахмал сахарозаға ыдырады.
Ал лизоцим бактерияларды жояды екен. Сонымен қоса ауыз қуысында тістер мен шайналады дедік. Ары қарай келесі қарын безі. Қарын безі тәулігіне 2 литрға жуық бөледі. Оның сөлі қарын сөлі. Онда екі түрлі зат бар. Біріншісі тұз қышқылы, екіншісі пепсин ферменті. Тұз қышқылы бактерияларды жояды, пепсин ферменті нәруызды ыдыратады. Қарын сөлін біз тәбет ашатын сөл дейміз, себебі ол тағамды көргенде, тағамның иісін сезгенде бастап бөліне бастайды. Бұны Павлов айтқан екен. Ферменттердің белсенділігін сонымен қоса тұз қышқылы да арттырып отырады. Балалар ендігі ас қорыту безі бұл бауыр. Бауыр ағзадағы ең үлкен без. Оның салмағы 1,5-1,7 грамм. Бауыр адамның оң жақ қабырғасының астында орналасқан. Бауырдың бөлетін сөлі өт. Өт бөлініп, өт қабында жинақталады, өт өзегі арқылы ұлтабарға ағады. Өттің құрамында 95-98% су екен, қалғаны өт қышқылы, өт пигменттері, өтке түс беретін зат билирубин мен билирубин деп аталады. Бұлар өтке түс береді. Өт бауырдан бөліп, өт қабында жинақталып, өт өзегі арқылы ұлтабарға немесе 12 илшекке ашылады. Енді бауырдың қандай қызметі бар? Бауыр біріншіден ол ағзаның зертханасы. Неге? Себебі адам ағзасындағы әртүрлі зиянды заттар, алкоголь, дәрі-дәрмектер бауырға кеп залалсыздандырады екен. Екіншіден, бауырда глюкоза, гликоген түрінде қорға жинақталады. Үшіншіден, бауырдағы бөлінген өт тағам құрамындағы майды май тамшыларына дейін ыдыратады. Сонымен қоса А витаминін және протромбин, фибриноген деген заттардың түзілуіне мүмкіндік береді екен. Бауырдың қызметі өте зор. Мысалы үшін бауыр ауырғанда майлы тағам жеуге болмайды. Неге? Себебі бауыр майды ыдыратады. Келесі ұйқы безі. Ұйқы безі панкреатин сөлін бөледі. Ұйқы безінің салмағы 60-80 грамм. Ол қарынның астында орналасқан. Ол 3 түрлі фермент бөледі. Липаза, трипсин және амилаза. Липаза майларды глицерин мен май қышқылына, амилаза көмірсуларды глюкозаға, трипсин ферменті нәруызды амин қышқылдарына ыдыратады екен. Яғни, көріп отырсаңыздар, барлық ас қорыту сөлдері асты қорытатын бездер сөл бөледі. Бұл сөл астың қорытылуына мүмкіндік береді екен. Ең маңыздысы бірақ ас қорыту сөлдерінде қорытуға қатысатыны панкреатин сөлі. 3 түрлі фермент арқылы ол астың толық қорытылуына мүмкіндік береді. Бірақ енді бәрі мынау маңызды емес, мынау маңызды емес деген болмайды. Адамдағы барлық мүшелердің маңыздылығы өте зор.